Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзбек тағамы дым-ляма жасайтын боламын. Менің видеомды соңына дейін қараңыз. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіз. Ең бірінші мен барлық өнімдерді алдын ала турап дайындап аламын. Бірінші етті тураймын. Сәбізді дөңгелектеп турап аламын. Морковты тураймын. Тәтті бұрыш, помидор, картопты турап дайындап аламын. Қазанға май құйып қыздырамын. Қызып тұрған майға ет, жуа, тұз, морков, қызанақ, тәтті бұрыш, картопты, осылай барлық өнімдерді бірден салып шығамыз. Келесі енді стаканға томат, су құйып араластырамын. Енді осыны қазанға құямын. Қалауыңызша лавр жапырағын бұрыш сепсеңіздер болады. Енді келесі бетін капустамен жауып шығамын. Бетін жауып жай отта 1-1,5 сағаттай пісіреміз. Осымен тағамымыз дайын. Сіздерге ұнаса комментарий қалдырыңыздар.